Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен шоколадты пирогтың рецептін бөлісемін. Бір қызығы шоколадсыз жасалынады. Сіздерге қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүтке какаоны және қанттың жартысын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып, шетке қоя тұрамыз. Қант пен какао еру керек. Енді 3 жұмыртқамызды аламыз, оған қалған қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Кем дегенде 5-6 минут. 5-6 минут өткеннен соң өзі осылай ағарып, қанты ериді. Оның үстіне сұйық майды құйып, тағы да 2 минут миксерлейміз. Сосын жаңағы дайындап қойған какао мен сүт, қант қосындыны қосып, тағы да миксерлейміз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, бізге керек ұнды 2 немесе 3-ке бөліп салатын боламыз. Бәрін бірден салсаңыз, масса басылып қалуы мүмкін, сондықтан 3 бөлікке бөліп салғаныңыз дұрыс болады. Сосын сізде қандай да бір үйде жеміс жидектер болса қоссаңыз болады. Менде үйде қарақат болды қатырылған, және грек жаңғағы болды. Мен соларды қостым. Егер олар болмаса, мүлдем ештемесіз дайындауыңызға болады. Онда да жақсы болып шығады, дәмді болып. Сосын біздің формамызды аламыз 22 см. Пергамент қағазын төсеп, оған дайын болған массамызды құйып, пешке 180 градусқа 30-35 минутқа жібереміз. Жарты сағаттан соң пісіп-піспеген міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріңіз. Менде жарты сағат дегенде пісіп шықты. Пирог өте керемет болып, жақсы болып көтерілді. Дәмі сондай дәмді. Қарап тұрсаңыз, қарапайым үйдегі азық-түліктерден дайындадым. Ешқандай шоколад қоспадым. Бетіндегі глазурды мен какаодан жасадым. Оны описание бөлімінде қалдырып кетемін. Керек мөлшердегі какао, сүт және сары майды қосып, отқа қойып, барлығы ерігенше жақсылап араластырамыз. Бізге керек масса болғанша дейін араластырып, баяу отта солай какаоны дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы болып көтерілді, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан міндетті түрде шығатын пирог. Өз копилкаңызға сақтап қойсаңыз болады. Бетін әртүрлі қылып өзіңіз әрлесеңіз болады. Әдеттегідей сұрайтыным, егер рецепт ұнаса, өз пікіріңізді қалдырыңыз, ұнамаса да қалдырыңыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, каналымның дамуына үлес қосыңыз. Сіздерге үлкен рахмет, сіздермен болған Жұлдыз. Ас болсын.